Баяғы өткен заманда бір шалдың 3 ұлы мен бір түп алма ағашы болыпты. Шал жыл сайын оның жемісін жеп жасарып отырады екен. Бір жылы алмаларын белгісіз біреу жеп кетеді. Келер жылы шал сақтық жасап, үлкен баласын күзетке қояды. Түнде ол ұйықтап қалып, алманы жегізіп қояды. Екінші жолы ортаншысы күзетеді. Ол да ұйықтап қалады. Үшінші жолы кіші баласы күзетпек болады. Ол ұйықтамай, түнімен сыбызғысын тартып отырады. Түннің бір уақытында алтын құс келіп алманы жей бастайды. Бала қанатынан ұстай алғанда, құс ұшып кетіп, бір қауырсыны баланың қолында қалып қояды. Ертесіне құстың қауырсынын әкесіне әкеліп береді. Сонда әкесі: «Енді құстың өзін табыңдар», дейді. Ғажайып құсты іздемек болып, шалдың 2 ұлы мықты ат мініп жүріп кетеді. Сол кезде кіші баласы: «Мен де барамын», деп, әкесінен рұқсат алып, әкесі келісіп, сары құнанын ерттеп береді. Бала жол бойында қара тасқа кезігеді. Қара таста сол жаққа барғанның өзі өледі, оң жаққа барғанның аты өледі деген жазу бар екен. Сонда құнанға тіл бітіп: «Өлсем мен өлейін, оң жаққа жүр», дейді. Бала тоғайдың ішіне келгенде бір бөрі тап береді. Ол аттан түсе қашады. Бөрі атты бас салады. Құнанынан айырылып, бір терекке жасырынып жылап отырған балаға қасқыр келіп: «Қорықпа, мен сенің атыңды жедім. Енді тілегіңді орындап, барар жеріңе жеткіземін», дейді. «Іздегенім алтын құс еді», дейді бала. «Онда сен менің үстіме мін де, көзіңді жұм», дейді. Мінеді, көзді де жұмды. Бөрі зымырай жөнеледі. Бір уақыттар болғанда, қасқыр «Көзіңді аш», дейді. Бала көзін ашса, бір қалаға келіпті. Бөрі: «Құс мына үйде, ақырын барып, аяғынан ұстамай, қанатынан қармап алып шық», дейді. Бала үйге кіргеннен кейін қасқырдың сөзін ұмытып, құстың аяғынан шап береді. Сол кезде аяғындағы қоңырауды шалдырлап ханның жігіттері баланы ұстап алады. Ертеңінде оны ханға алып келеді. Хан: «Құсты неге ұрламақшы болдың?» деп сұрайды. Сонда бала: «Менің әкемнің бір түп алмасы бар еді. Құсыңыз 3 жылдан бері алманы жеп кетіп, әкем содан бері қартайып жатыр», дейді. Хан: «Әкең үшін қаныңды төкпейін. Осы жақта бір ханның алтын жалды, алтын құйрықты аты бар. Соны келсең, құсты саған беремін», дейді. Бала бөріге келіп ханның тілегін жеткізеді. Сонда бөрі: «Үстіме мін де, көзіңді жұм», дейді. Бір уақыттар болғанда, бұлар тағы да бір қалаға жетеді. Сонда бөрі: «40 сарайдан кейін бір сарай бар. Сол сарайда алтын жалды ат тұр. Шылбырынан ұстамай, жалынан жетелеп алып шық», дейді. Бала айтқанды ұмытып, шылбырынан жетелеп шығамын деп, тағы да қолға түседі. Ертесінде ханның алдында барғанда, бала не үшін келгенін айтады. Сонда хан: «Әкең үшін жазаға тартпайын. Осы жақта бір ханның сұлу қызы бар. Соны алып келсең, атты саған беремін», дейді. Бала бөріге келіп жағдайды айтады. Сонда бөрі: «Бұл жолы мен барайын», деп өзі кетеді. Ханның қызы 40 қызбен бақ ішінде сейілдеуге шыққан екен. Бөрі алма ағашына жасырынып тұрады. Қыздар жанынан өте бергенде, ол ханның қызын көтеріп ала жөнеліп, балаға келеді. Жолда қыз бен бала бірін-бірі ұнатып қалады. Бала бөріге: «Екеуміздің айырылғымыз келмейді, осының амалын тапсаң екен», дейді.
Сонымен олар шаһарға жетті. Бөрі кейпін өзгертіп, сұлу қыз бола шықты. Бала ханға айтқан қызың осы деп, кейпін өзгерткен бөріні алып келеді. Хан балаға риза болып, алтын жалды атты берді. Бала кеткен соң қызды үйге кіргізіп, жанына жақындаса, қыз жоқ, қасқыр тұр. Хан қорқып талып қалғанда, қасқыр сыртқа қашып шығып, жігітті қуып жетеді. Бала бөріге: бұл аттан да айрылғым келмей тұр, соның бір амалын тапшы дейді. Бөрі мақұл деп кейпін өзгертіп, алтын атқа айналады. Хан алтын жалды атты қолына түсіргеніне мәз болып, балаға алтын құсты ұстатып жібереді. Хан сол күні аңшыларын жинап, бала әкеліп берген алтын атқа мініп, аңға шығады. Бір жазыққа аттарын тұсап, өздері киік атуға кетеді. Олар кетісімен, бөрі өз бейнесіне еніп, тұсалған аттардың бәрін жеп қояды. Содан соң баланы қуып жетеді де, әрі қарай өздерің жүре беріңдер, деп қалып қойды. Екеуі ұзақ жол жүреді. Бір кезде қыз: аздап демалайыншы, дейді. Екеуі ұйықтап жатқанда, жігіттің екі ағасы жетіп келіп, олардың үстінен түседі. Әкеміз екеуің таппағанды інілерің тапты деп бізді жек көретін болады деп, әрі қызға қызығып, өзара ақылдасып, інісін өлтіріп, сұлу қызды алатын құсты және алтын жалды атты алып кетеді. Бір күні баяғы орманды кезіп жүрген желден жүйрік бөрі баланың жайын сезіп, оған жетіп келсе, досының өлігін қарғалар шоқып жеп жатқанын көреді. Сонда ол қарғалардың патшасын ұстап алып: өлместің суына келіңдер, әйтпесе босатпаймын, дейді. Олар өлместің суына келіп береді. Бөрі суды балаға себеді. Бала: ұйықтап қалыппын ғой деп, орнынан атып тұрады. Бөрі балаға: менің үстіме мін де, үйіңе алып барайын, дейді. Келсе, баяғы қызға үлкен ағасы үйленгелі жатыр екен. Бала үйге кіріп, сыбызғы тартып беруге рұқсат сұрап, бер деп бір кемпірді жібереді. Кемпір баланың сөзін жеткізеді. Сонда әкесі: бәлкім менің кіші баламның күйін ойнар, кірсін, дейді. Бала үйге кіріп, сыбызғы тартып береді. Сонда қыз: мені алған бала осы, бұл екеуі мұны өлтіріп, мені осында алып келді, дейді. Әкесі істің жайын түсініп, екі баласын елден қуып, қызды кіші баласына алып береді. Екеуі бақытты да баянды өмір сүреді. Ал шал болса, жыл сайын баяғы алманың жемісін жеп, жасара түсіпті.